Қайырлы күн достар. Бүгін менде хичинидин рецептісі. Картопымызға сырымызды салып, укробымызды саламыз, және де кішкене ұн салып, осылай иілейміз. Енді қамырымызды осылай домалатып алып, ұнды аямай сеуіп, домалатып жайып шығамыз барлығын сковородкамызға. Осылай пісіреміз. Сковородка бізде сухой болуы қажет. Алып, майымызды жақсылап тұрып жағып шығамыз. Міне екіншісі кетіп жатыр. Осылай барлығын тез жайып пісіріп аламыз. Майды аямаймыз. Осылай жағып, түрі де дәмі де кіреді. Міне енді соңғысы кетіп жатыр. Осылай ыстықтай күйінде майымызды жағып шығамыз жақсылап. Одан кейін ортасынан 4-ке бөлеміз. Және де орап бере берсеңіздер болады. Рецепт ұнаса, видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.